Сәлем достар, Мираның асханасына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай макароннан запеканка жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттардың мөлшерін описанияға жазып өтемін. Бізге керек заттар қатты сыр, пияз, сүт, тұз, жұмыртқа, сылтау макароны және де қара бұрыш керек болады. Ең бірінші қазанда қайнап тұрған суымызға макаронымызды пісіріп аламыз. Кішкене тұз қоссаңыздар да болады. Макаронымыз піскенше сүтімізді шұңғыл ыдысқа құйып, оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды қалауымызша сеуіп, осыны жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табаға сұйық майды құйып, пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз қызарып қуырылғаннан кейін үстіне фаршымызды салып, фаршымызды тағы да қуырамыз. Фарштың үстіне тұз қосамыз, қара бұрыш қосамыз. Әркімнің өзінің қалауынша қосады. Енді жақсылап араластырамыз. Фаршымыз дайын болғаннан кейін осындай запеканка жасайтын ыдысымызға макаронымызды салып, жартысын саламыз да үстіне фарш пен пиязымызды қуырылған салып, оның үстін қалған макаронымызбен жабамыз. Үсті біркелкі етіп жауып алғаннан кейін үстінен теркадан өткізілген сырымызды біркелкі етіп себеміз. Сырымыз барлық макаронның үстін жауып тұру керек. Өте керемет запеканка шығады. Ең оңай және ең тез дайындалатын ас. Міне өстіп жақсылап жауып алғаннан кейін, енді осы запеканкамыздың үстіне бағана дайындап алған үстімізді жұмыртқамызды араластырып дайындап алған массамызды құямыз. Барлық жеріне біркелкі етіп құямыз. Енді духовкада 180 градуста 20 минутқа пісіреміз. Сырымыздың беті өстіп қызарып пісуі керек. Міне біздің пістік өте дәмді запеканкамыз дайын болды. Әркім өзінің қалауынша әсемдеп беруіне болады. Үйдегі барлық адамдарға ұнайды деп ойлаймын. Өте дәмді әрі тез дайындалатын запеканка. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.